Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аудан, ауданның өлшем бірліктері. Енді бүгін сабақта біздер аудан салыстыруды, шамалар мәнімен берілген амалдарды орындауды үйренетін боламыз. Енді бірінші суретке қарайық, мына аумақты толтыру үшін қанша тақтатас керек екен. Біздер оны табу үшін қатарымен ретін санап алып көбейтеміз. Бір қатар 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4-ті 4-ке көбейтеміз. Яғни ұзындығы мен еніндегі тастарды санап аламыз. 4-ті 4-ке көбейтсек 16 болады. Енді барлығы қанша тақтатас төселген дейді. Санаймыз төселген тақтатастарды. 7 тақтатас. Енді қанша тақтатас төсеу керек дейді. Оны табу үшін барлығынан біздер төселген тақтатасты азайтатын боламыз. 16-дан 7-ні азайтамыз. 9 тақтатас төсеу керек. Енді екінші есептегі суретке қарайық. Барлығы қанша тақтатас керек? Ол үшін қатармен мынадай ретін санап аламыз. Бірінші суреттегідей 1, 2, 3, 4, 5. 5 қатар. Енді енін санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ті 5-ке көбейтеміз. Барлығы 25 тақтатас керек екен. Енді бұрын төселген тақтатас міне 5 тақтатас төселген. Тағы да қанша тақтатас төсеу керек дейді. Оны табу үшін біздер барлығынан төселген тақтатасты азайтатын боламыз. 25-тен 5-ті азайтсақ 20 болады. Яғни 20 тақтатас төсеу керек. Ары қарай оқушылар біздер білеміз, тіктөртбұрыш пен шаршының ауданын табу үшін оның ұзындығы мен енін көбейту арқылы табатын. Есептейміз. Оның формуласы S тең А көбейту В. Яғни ұзындығы мен ені. Ұзындықты біз әрқашанда А мен, енін В мен белгілейміз. Енді оқушылар бүгінгі сабағымызда біздер ауданның өлшем бірліктерімен танысатын боламыз. Біздер бұрыннан білеміз ұзындықтың өлшем бірліктерін. 1 дециметрде 10 сантиметр бар екені. Енді 1 дециметр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екен білу үшін, яғни 1 дециметрге көбейтсек, одан 1 дециметр квадрат шығады. Ал сантиметрге айналдыру үшін оны 10 сантиметрді 10 сантиметрге көбейтеміз деген сөз. 10 сантиметрді 10 сантиметрге көбейтсек 100 сантиметр квадрат. Яғни 1 дециметр квадратымыз 100 сантиметр квадратқа тең. Енді әрі қарай 1 метрде 10 дециметр бар. 1 метр квадрат табу үшін 10 дециметрді 10 дециметрге көбейтеміз. Сол кезде 10-ды 10-ға көбейтсек 100 болады, дециметр дециметрге көбейтсек квадрат болады. 1 метр квадратта 100 дециметр квадрат бар. Әрі қарай 1 метрде 100 сантиметр бар. Ал 1 метр квадратта қанша сантиметр квадрат бар екен табу үшін 100-ді 100-ге көбейтеміз. 100-ді 100-ге көбейтсек, бірінші 100-ді жазамыз да артына 2 нөлін тіркесек оңай есеп шығады. Сантиметр сантиметрге көбейтсек сантиметр квадрат болады. 1 метр квадратымыз сонда 110 000 сантиметр квадратқа тең деген сөз. Енді дәптерге қабырғасы 10 сантиметр немесе 1 дециметр болатын шаршыны көз алдыңа елестет дейді. Яғни шаршыны білеміз, бұлардың ұзындығы да ені де тең екені. Енді осының ауданын табайық. Ұзындығы 10 сантиметр. Шаршының ауданын табу үшін біздер не істейміз? 10-ды 10-ға көбейтеміз. 10 сантиметрді 10 сантиметрге көбейтеміз. 10 сантиметрді 10 сантиметрге көбейтсек 100 сантиметр квадрат болады міне. Немесе ұзындығы 1 дециметр болатын шаршы дейді. Ұзындығы 1 дециметр болғасын, оның ені де 1 дециметр деген сөз. 1 дециметрді 1 дециметрге көбейтсек, ол 1-ді 1-ге көбейткенде 1 болады, дециметрді дециметрге көбейткенде квадрат болады. Яғни 2 дециметр көбейтілсе, одан квадрат шығады. Яғни мәні 1 дециметр квадрат. Енді әрі қарай міне сәуленің бөлмесінің еденінің қабырғалары дейді. 1 метр болатын шаршы тәріздес кілем жатыр дейді. Яғни ені де ұзындығы да 1 метр екен. Осының ауданын табу үшін біз қалай табамыз? 1 метрді 1 метрге көбейтеміз. Сонда мәні 1 метр квадрат болады. Келесі. Халық арасында саяжай бау-бақшаларды сотықпен өлшейді дейді. Мына суретке қарап ауданын табайық дейді. Бір сотығымыз яғни 100 метр квадратқа тең екен. Енді бау-бақшаның ауданын табайық. Ұзындығы 10 метр, ені 10 метр. 10 метрді 10 метрге көбейтетін болсақ, 10-ды 10-ға көбейтсек 100,
Метрді метрге көбейтсек, метр квадрат болады. 100 метр квадратқа тең. Міне, жақсы. Енді оқушылар мына есептерге қарайық. Мектеп асханасында 4 үстелдің әрқайсысына 8 орындықтан және бір үстелге 12 орындық қойылған. Асханада бір уақытта барлығы неше бала тамақтана алады. Біздер есептің бірінші шартын құрамыз. 4 үстелдің әрқайсысына 8 орындықтан бір үстелге 12 орындық қойылған. Енді табу үшін біздер табуымыз керек, барлығын табуымыз керек. Ол үшін мына белгіні қоямыз барлығына. Оны табу үшін біздер 4-ті 8-ге көбейтеміз. Себебі бір үстелдің қасында 8 орындық, екінші үстелдің қасында да 8 орындық деген сөз. Сондықтан әрқайсысына деп есепте кездесетін болса, бірден көбейтеміз. 4-ті 8-ге көбейтеміз. Ал бір үстелдің қасында 12 орындық, 1-ді 12-ге көбейтеміз. Барлығын табу үшін осылардан шыққан мәндерді қосамыз. Әрі қарай. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан, ал 4-шісіне 15 килограмм картоп өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлшеді дейді. 3 сатып алушыға 5 килограммнан, 4-ші сатып алушыға 15 килограмм табуымыз керек. Барлығын 3-ті 5-ге көбейтеміз, яғни 3 адамға 5 килограммнан берген. 15 килограмм екен. Енді 4-ші адамға тек 15 килограмм берген. 15-ті 15-ге қосамыз. Мұнда барлығы 30 килограмм картоп өлшеген. Енді оқушылар мына жерде тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын табайық. Біздер білеміз, өткен сыныптардан периметр табу қалай екен. Ұзындығы 4 см. Яғни біз әрқашанда ұзындықты міне А мен жазамыз, шартын құрған кезде жазамыз. А тең 4 см, ені В тең 3 см. Периметрін табуымыз керек және ауданды табуымыз керек. Периметр табу үшін біздер ұзындығы мен енін қосып алып, 2-ге көбейтеміз. 4-ті 3-ге қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Ал аудан табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Ары қарай, енді салыстырайық. 1 метр квадрат көп пе, әлде 100 сантиметр квадрат көп пе? Бірінші біз метр квадратты сантиметр квадратқа айналдырып аламыз. 1 метр квадратта 10 сантиметр квадрат бар. Сондықтан ол 100 сантиметр квадраттан артық болады. 1 метр квадрат артық 100 сантиметр квадраттан. Келесі 1 сантиметр квадрат көп пе, әлде 10 сантиметр квадрат? 1 сантиметр кем 10 сантиметр квадраттан. Ары қарай 1 дециметр квадрат көп пе, әлде 100 сантиметр квадрат көп пе? Бірінші дециметр квадратты сантиметрге айналдырамыз. 1 дециметр квадратта 100 сантиметр квадрат болғандықтан екеуі тең болады. Өте жақсы, тексердік. Енді үйге тапсырма 5-ші есептің Ә нұсқасын шығарасыздар 57-ші бетте және 6-ші есепті 57-ші бетте. Бұларды тиімді тәсілмен есепте дейді. 28 қосу 89 қосу 77. Қалай тиімді тәсілмен шығарамыз? Бірінші жақшаға алу арқылы 23 пен 77-ні қосып аламыз. Себебі олардың мәні 100. 100-ге 89 қосу бізге өте оңай. 189. Келесі нұсқада 223-ті қосамыз 389-ға, қосамыз 277-ге. Бұл жерде 223-ті 277-ге қосып аламыз. Сонда 500 шығады. 500-ге 389 қосамыз 789. Осылай өздеріңізге ыңғайлы тиімді тәсілмен есептеңіздер. Жақсы, сау болыңыздар оқушылар.